ден кейін өзін қалай ұстау керектігін, оның алдында тұрған қауіп-қатерді, Рурудың оны қалай қорғағанын және Кифер мен Юри арасындағы шиеленісті енді түсіне алмайды. Ал қазір сыныпта нағыз төбелес басталып жатыр. Өйткені оған өзін қалай қорғау керектігін үйрете бастайды. Олардың әрқайсысы Дж-ның алдында өз күштерін көрсету арқылы бір-бірінен асып түсуге тырысады. Кенеттен CNN араласып, Селиксті жеңіп, оған жаңа ғана көрген нәрсесін ешқашан өзі жасай алмайтынын ашық айтады. Бірақ CNN бұл идеяға қарсы шығып, Селикске бұл кітапты аударып, карате қимылын жасауды бұйырды және ол мұны мінсіз істеп жатыр. Барлығы оны қолдап жатыр. Ал Дж қатты таңғалды. Ол мұндай нәрсені істей алатынын ешқашан елестете алмады. Ол оның оған сабақ бергенін қалайды, бірақ ол жай ғана кетіп қалады. Ендігі кезек Киферге келді. Ол оған дайындалуға көмектеседі, бірақ ол оны елемеуге тырысады. Ол өзін өзі қорғай алатынын талап ете береді. Сондықтан Юри араша түсіп, оған қалай қарсы тұру керектігін, өзін қалай қорғау керектігін және ешкімнің одан қалағанын тартып алуына ешқашан жол бермеуді үйретеді. Ол Киферге қарсы шығып, оны әдейі арандатып кетіп қалады. Содан кейін Кифер қайтадан алға шығады. Ол оған шашын қиюға арналған кішкентай қаруды қолдануды үйретеді және оның шабуылдарын талдай алуы үшін оның алдындағы адамның әрбір қимылына назар аударуды айтады. Ол оның көңілін көтереді, ұстауын реттейді, қалпын бағыттайды. Ол одан жалтаруға тырысады, бірақ ол оны бірден өзіне тартып алады да, бәрі қатты қол шапалақтап жатқанда, оны қатты құшақтайды. Бірақ Юри ашулы, ол өз шегінде. Ол оған қарсыласын қорқытып, жүрегіне сену керектігін айтады. Ол оны ұрып-соғып, оны итеріп жібереді, ал бүкіл сынып оның көңілін көтеріп, қуанышпен жарылып кетеді. Ол мұндай қолдауға қатты қуанады, бірақ басы айнала бастайды. Ол өзін өзі қорғаудың қандай әдісіне сенуі керек, ол қандай стильді таңдауы керек. Ол сенен мен бірге толқып, аң-таң болып кетіп бара жатыр. Кенеттен Юриден оның қайда екенін сұрайтын хабарлама келеді. Ол әрең түсінеді. Ол мақсатсыз ағынмен жүреді. Ал сенен оның қолынан ұстап, назар аударуды бұйырады. Бұл жаттығулардың барлығы оның игілігі үшін. Сондықтан ол болашақта зиян тигізбеу үшін. Бірақ ол оны қыздар туралы мазақтай бастағанда, ол оның құмарлығын, Джинді әшкерелеймін деп қорқытады және ол бірден үнсіз қалады. Бірақ біреудің хош иісінен әлсіз иіс шығады. Элланың иісі және оның санасы өткенге оралады. Ол бір кездері олардың арасында бірдеңе болғанын, достарының оны қалай қорлағанын, оны ешқашан қорғамағанын, тіпті оны ұрлық жасады деп айыптағанын және ол ештеңе айтпағанын есіне алады. Дж да оның барлық қателіктерге себепкер болғанын есіне алады. Және оған шындықты айтқан Кифер болды. Ол кезде CNN оған әлі де қамқор болды. Оның жүрегі естеліктерден ауырады. Ол сыныпқа қайта оралып, жекпе-жек өнерін үйрене бастағанда оған алғыс айтады. Ол Юриді барлығына үйреткен адам деп ойлайды. Бірақ ол олардың дәрежесіне қарамастан қалай күресу керектігін білетінін біледі. Ол Майямен сөйлесіп, ол айналысатын спорт түрі туралы дауласып жатқанда, ол оны паркур деп атайды, ол оны капур деп атайды және екеуі де тоқтаусыз ұрысып қалады. Кифер араласып, оларға балалар сияқты әрекет етуді доғаруды айтқанша, олар бірден тағы дауласа бастайды. Екеуі де артқа шегінгісі келмейді. Бірақ содан кейін бәрі мұны естиді. Ол орынсыз бірдеңе айтып, аузын тарс жауып тастады. Ал бүкіл сынып олар келіскен ережелерге сәйкес оларға қарап тұрды. Енді ол оны сүйе алады. Ол жақындап келеді. Сынып тынысы тарылып, оны барлығының көзінше сүйіп алу үшін еңкейеді. Юри тоңып қалады. Есеңгіреп, айранды итеріп жіберді де, сыбырлап бөлмені толтырды. Барлығы оған қарап тұр. Кефир екеуі Юридің жанып тұрған көзқарасының астындағы көзқарастарды кездестіреді және олардың арасында бәрі қайтадан кішірейеді. Уақыт өтіп жатыр. Олар әлі сыныпта тақырыпты талқылап, әртүрлі пікірлер айтып, бір-бірінің көзқарасын қорғап жүр. Ақыры Джейдж орнынан тұрып, екеуінен де жалықты. Ол екеуі де бір-бірін түсіну керек екенін айтады. Бірақ Юри оған тіпті қарамайды. Мен оның бағытына бұрылғым келмейді. Мұғалім эссе жазып, барлығы сұранып жатыр. Дж айналып өтіп, қағаздарды таратып жатыр. Ол Юриге жақындағанда, ол онымен еш нәрсе істегісі келмейтіні анық. Ол не болғанын айтуға тырысады, бірақ ол мүлдем ештеңе болмағанын айтады. Мұғалім оларға айқайлап, Дж-ның үнін өшіреді. Бүкіл сынып күледі. Олар жаза бастайды, бірақ Джейдж оны сөйлету үшін Юриге бір парақ қағаз лақтырып жібереді де, олар жазбалар арқылы сөйлесе бастайды. Ол жауап бергісі келмейді, бірақ соңында жауап береді. Маған емес, сабаққа назар аударыңыз. Ол абдырап қалды. Ол оған тағы да хат жазады. Ол Кефермен болған оқиғаға ренжіген болуы керек. Ол оған тағы бір жазба бергенше оған хаттар жібере береді. Кефер мұны байқайды. Ол айырбастау қағаздарында жазылғандардың бәрін көреді, ал оның жүзі қызғаныштан бұрмаланған. Мұғалім оны ұстап алып, сыныптан қуып жіберді. Бәрі күлді, ал ол ренжіп, жалғыз өзі кетіп қалды. Сыртқа шыққаннан кейін, ол борды ұстап алып, онымен ойнай бастады. Өз ойын толығымен сіңірді. Кенет оның артынан Юри пайда болып, оны қорқытып, ақырын күлді. Ол оның кесірінен қуылғаны үшін кешірім сұрағанда, ол оған ештеңе өзгермейтінін және кешірім сұрап, онымен бірге отыруға келгенін айтады. Ол шошып кетті. Бірнеше минут бұрын ол не өзгергені туралы айтқысы да келмеді. Ол оның көзіне тіке қарап, ақыры,
мен сені қалаймын деп мойындады. Мен саған ашуланбаймын, мен сені қызғанамын, мен сені жақсы көремін, мен өз сезімімді басқара алмаймын. Бұл туралы ешкім білмесе де, сен менің күйеу жігітімсің. Мен сені басқа біреудің сүйгенін көргенде, бұл мені құртып жіберді. Мүмкін сен мені сүймейтін шығарсың, бірақ сен біздің келісімге келдің. Сен менікі болуға келдің. Оның дауысы дірілдеп тұр. Оның жүрегі қысылып қалады. Ол оның қолынан ұстап, жақындап келіп, оны ақырын құшақтайды. Екеуі де осы сәттен ләззат алуда. Ол оның бетінен сүйетіндей алыстап кетеді. Бұл нәзік, эмоционалды сүйіспеншілік олардың көзқарастары терең, осал үнсіздікте тоғысады. Сосын ол кетіп қалады да, оны тоңдырып қалдырады. Мен шошып кеттім. Кенет Кифер пайда болады. Ашуланған ол оған айқайлап, оның мұнда не үшін келгенін түсіндіруді талап етеді. Ол абдырап, қорқып кетті. Ол оған тиесілі екенін айтады. Ал егер Юри оған қайта жақындаса, өкінеді. Ол оны бір жаққа лақтырып жіберіп, тез қашып кетеді. Бұл өте қорқынышты. Уақыт өтіп жатыр. Ол үйіне қайтып келіп, оны енді ешқашан бұлай көргісі келмейтінін айтады. Оның ашушаң мінезі оған бұрынғы күйеу жігітін еске түсіреді, және ол енді мұндай ашуды жеңе алмайды. Ол өз бөлмесінде балмұздақ жеп отырған Си-Эн-Энмен бірге отыр. Ол мұнда үй иесі сияқты. Бұл оны мүлдем мазаламайды. Ол өз ойына батып, өзін өзі жауып тастады. Ол оны бақылап, оның бұрынғыдай әрекет етпейтінін байқайды. Ол ақыры сөйлей бастады. Ол бірге фильм көруді ойлай бастады. Олар бір-бірінің қасында отырып, фильм көруге дайын. Бірақ фильм басталмай тұрып, ол оны тоқтатып, көптен бері ойында жүрген сұрақты қояды. Ол бұрын Кифердің ренжігенін көрді ме? Бұл оқиға болған кезде ол қандай болды? Ол мұны бірден растады. Иә, ол бір күні Кифердің ашуланғанын көрді. Бұл Юридің кесірінен болды. Бұл менде сонда болған кезде болды. Кифер Юриді қатты ұрғаны сонша, оны ешкім тоқтата алмады. Өйткені Кифер ашуланғанда, оның алдында тұруға ешкімнің батылы бармайды, және жақындаған адам міндетті түрде соққыға жығылады. Ол Юриге жаны ашитынын айтады, бірақ ол Юриді қорқақ деп атайды. Ол Кифермен бетпе-бет келуден қатты қорқатындықтан оған жабысатын адам. Юри ешкімге ештеңе айтпастан импульсивті әрекет етеді, және ол оған Юриден мүлдем аулақ болуды ескертеді. Ақырында олар фильм көруге барады, және ол қалағанын таңдайды. Бірақ кенеттен ол жеген балмұздақтан іші ауыра бастайды. Ол оны дәретханаға асығады, күтеді. Содан кейін фильмді өзі таңдайды. Файлдарды ақтарып отырып, ол құпиялар деп жазылған қалтаны табады. Қызығып, оны ашады да, көргені оны өзегіне дейін сілкіндіреді. Бейне ойнатылып жатыр. Олар Киконы аяусыз ұрып соғып, Юри мен Кифердің кесірінен оны кеште Джейджиге жақындағаны үшін, оған қауіп төндіргені үшін жазалайды. Олардың барлығы оның айналасына жиналып, оны қайта-қайта ұрады. Олар қуанады, күледі, болып жатқан оқиғадан ләззат алады. Ол олардың Киконы азаптап жатқанын көріп, оның бетінен жас ағып жатыр. Кифер әсіресе өзіне риза, және ол бәрін жазып жатқанын айтады. Біраз уақыттан кейін ол көңілді кіріп келеді, бірақ оның бұл бейнені көргенін бірден байқайды. Ол мұның бәрін Кикоға не үшін жасағанын білгісі келеді. Бір күн өтіп бара жатыр, және ол оларды ашуландырса да, ақыры олармен бетпе-бет кездесуге дайындалып жатыр. Ол оған Киконың оған не істегенін еске салады, бірақ ол әлі де олардың шектен шығып кеткеніне сенеді. Кико сол түні жазаланып, үйден қуылған болатын. Қайта оралып, оны осылай құртудың қажеті жоқ еді. Ол оған мұны ол үшін жасағанын айтты. Оны қорғау үшін ол оның тым көп нәрсені үйренуіне жол бермеуге тырысады. Әсіресе Айран туралы. Өйткені егер ол тереңірек қазуды бастаса, Айран олардың бәріне шабуыл жасайды. Ол оны итеріп жіберіп, Киконың қай ауруханада жатқанын айтуды талап етіп қорқытады. Уақыт өтіп жатыр. Ақыры ол оған баруды шешті. Ол өзін қалай сезінетінін білмейді. Бұл ашу, жанашырлық, кінә. Аурухана бөлмесіне кіргенде, оның сымдарға ілініп тұрғанын көреді. Оның бәрі көгерген, сынған, шаршаған. Ол оны көруге келді. Ол оған болған жағдайға лайық екенін айтады. Ол оны аямауы керек. Ол не істеп жатқанын білмейтінін, одан бас тартқан кезде жүрегі жарылып кеткенін, мұның бәрі болған оқиғаны ақтамайтынын айтып, кешірім сұрайды. Бірақ бәрібір одан кешірім сұрайды. Ол келіседі, бірақ оны енді ешқашан қайталамауын өтінеді. Ол қозғалды. Ол жалғыз келгенін айтқанда босаңсып қалады. Оның қасында ешкім жоқ. Кенет оған Кифер телефон соғып, бәрі оны іздеп жатыр. Кико мұны байқап, өзінің қаншалықты бақытты екенін түсінеді. Бәрі оған қамқорлық жасайды. Бәрі ол үшін күресуге дайын. Элла үшін мұны ешкім жасаған емес, тіпті оған жақындағанда емес. Ол оған ауруханада бір ай болатынын, және толық сауығып кетуіне 8 жыл қажет болатынын айтты. Содан кейін физиотерапиямен айналысыңыз. Ол мектептен шығарылды. Рия онымен ажырасып кетті. Ол ешкімнің оған ұқсағанын қаламады. Ол өзіне күледі, өзін аянышты деп атайды. Ол бір кездері оған мейірімді болған, бірақ кейін тез өзгерген қыз туралы айтады. Оның досы қайтыс болғанда, ол Кефирге, Юриге және Ириске жүгінді. Егер ол осы оқиғаны білгісі келсе, олардан сұрауы керек. Ол сыныпқа қайтып келді. Олар бірден оған айқайлады. Олардың барлық сұрақтарынан аулақ болуға тырысады. Кифер мен Юри қатты уайымдады. Ол бәрін кейінірек түсіндіремін деп уәде береді. Барлығы оның барлық көзіне қарайды. Ол олардың арасында отырады. Фрия, Кифер, Юри және Ириспен болған барлық оқиғаларды ойша айналдырады. Ол көмекке мұқтаж болған кезде Фрияның әрқайсына қалай жүгінгені туралы ойлайды. Ал қазір ол Адрикске назар аударып, айналасындағылардың барлығын бақылап отыр. Түскі асқа дейінгі уақыт тыныш өтіп жатыр. Барлығы тамақ ішіп жатыр. Ол Кифермен сөйлесіп, оны жынды деп атайды да,
Кикоға барғанын әшкерелеймін деп қорқытқан, сенен мен бірге кетеді. Ол оған ескертеді. Олар Киконың дәл қазір қозғала алмайтынын біледі, және ол онымен болған барлық жағдайға сенен енді кінәлайды. Ол Кеферге айтамын деп қорқытады, сондықтан ол оны тез сүйреп апарады. Ешкім білмеуі керек, әйтпесе бәрі жарылып кетеді. Ол Джоштың мысықты тамақтандырып жатқанын көреді. Оның кәсібіне әбден қаныққан олар мысықтар туралы сөйлеседі. Джош екі түсті де біледі, және оны ешқашан Кеферге көрсетпеуді ескертеді. Өйткені ол ренжігенде оның қалай болатынын білмейді. Олар оның достары, ол олардың қауіпсіз және бірге болғанын қалайды. Ол оны сүйкімді, ойлы, басы керемет, таза деп санайды. Кенеттен мысық Рураны тістеп алды. Ол құтыру ауруына шалдығуы мүмкін деп қорқып, үрейленді. Юрий келіп, тағы да қызғанышпен Рураны өзінен тартып алды. Ол Кефердің де, Юрийдің де сенен де қызғанатынын түсінеді. Олар оның айналасында үнемі қандай да бір драмалар болып жатқанын айтады. Ол күліп, кетіп қалады. Ол Кейттің Майомен бірге болғанын тексереді. Кейт әлі де ренжіді. Ол олардың жағдайын білуге тырысады, және бұл өте жақсы емес. Кейт отбасы мен махаббатының арасында қалды. Ол оны жігерлендіреді, бірақ ол сөйлеу оңай екенін айтады. Ол оның орнында емес. Ол қатты қиналады. Батыл болуды ойлап, оның қолынан ұстап, сүйіп алуды ойлайды. Мүмкін бұл оған қайтадан еркек сияқты сезінуге көмектесетін шығар. Майя мұны көріп, екеуін де мазақтай бастайды, бірақ Майя кетіп қалады. Ренжіп, жағдайды дұрыс түсінбей, ол өзін түсіндіру үшін оның соңынан ереді. Кефер мен Юрий бір-бірімен үнемі араласып тұрғанда, түсініспеушілік күнделікті құбылысқа айналады. Бірақ Кейт басқа біреу оны сүймек болды деп ойлап, ренжіді. Ол оған ешкімнің өзін сүюіне жол бермегенін айтады. Ешқашан. Адрикс келіп, Кефер бәрін үйренетінін айтып қорқытады. Майя оған ашуланып, оны барлық қиыншылықтардың себебі деп ойлап, араша түседі. Ол оған барлығын онымен сырласуға мәжбүрлейтінін, оның Элладан еш айырмашылығы жоқ екенін айтады. Ол оны бірден шапалақпен ұрып, барлығын таңғалдырды. Ол Адрикспен бірге кетіп бара жатыр, ал Майя оның бетінен сипап жатыр. Адрикс жеңісті тойлап жатыр. Ол ресми түрде өзін қалай қорғау керектігін біледі. Содан кейін ол Фрейяның жаңа жігітімен түскен суреттерін көреді. Оның жүрегі қатып қалады. Кейт қатты күйзелді. Оның сүйіктісі қайтыс болды, бірақ ол әлі күнге дейін оның бүкіл бөлімін жек көретін адамға жақындай алмайды. Оны жұбату үшін ол оған бәрібір жынды екенін және одан аулақ болғаны дұрыс екенін айтады. Майя қайтып келіп, Эллаға мүлдем ұқсамайтынын мойындап, сөздері үшін кешірім сұрайды. Ол да кешірім сұрайды. Ол олармен бірге отырады. Ол оның көңіл күйін тексереді. Олар қызға ренжіген Адрикс туралы айтып жатыр. Ол бұл туралы әзілдейді. Тіпті оның ренжігенін де түсінбейді. Ғашық болу әрқашан оңай емес. Ол Кефер мен Юрийдің оны бақылап тұрғанын байқайды. Екеуі де оның соңынан ереді. Екеуі де оны қатты жақсы көреді. Майя айранның қыздарға келгенде ашкөз екенін айтады. Ал Юрий жақсырақ. Ал егер ол оның орнында болса, Юрийді таңдар еді. Ол Юрийді бәрібір жақсы көреді. Сондықтан Кефер онымен төбелесіп қалады. Ол Кейттің сүйіктісі қайтыс болғаннан кейін есінен танып қалғанын біледі, және ол үшін қайғырады. Бірақ Юрий мен Кефердің келе жатқанын көргенде, оның ойлары сейіліп, бір сұмдық